Кенесарыда Құран болмаған болуы да мүмкін емес. Жалаңтөс деген қазақ екеніне дәлелің бар ма дейді. Ай, тәңкібайлар-ау, ал мынау не сендерге? 2 ғасырлық тарихы бар Кенесары ханның Құран кітабы Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қойылды. Құнды жәдігерді Әзірет Сұлтан мұражайына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы табыстады. Көрдің бе, Кенесары мұсылман болған, қолында Құраны болған, және де қазақтың қай атасы болмасын, Құран ұстап мұсылман болған. Ал Жалаңтөске келер болсақ, сен маған қазір сенбейт шығарсың, бос әңгіме айтып тұрсың деп. Бірақ Жалаңтөстің басынан Самарқанға мен өзім барып білгем. Көр қара, кім екенін. Қазақ елі негізі Жалаңтөс Баһадүр туралы көптеген әңгімелер бар, бірақ соның нүктесін қоятын кез келді. Негізі Жалаңтөс Баһадүрдің руы кім болған? Кіші жүз төртқара әлім болған. Әлім, кіші жүз төртқара. Рахмет. Ал бауырым, көрдің ба? Жалаңтөстің басында Құран оқып отырған имамының өзі Жалаңтөсті кіші жүз әлім төртқара деп отыр. Яғни ол қазақ. Өзбектерде кіші жүз әлім ұлы төртқара деген тем более жоқ. Ол біздің бабамыз. Ал арғарай көрем сен. Bahodir Yalangto'sh Samarqandda Registon maydonidagi Sherdor, Tillakori madrasalarini qurdirgan Samarqand hokimi hisoblanadi. Тәңкібай бауырым, көрдің ғой, Жалаңтөс Самарқанды медресе салған. Өзің ойла, имам айтып тұр сол нәрсені. Енді сен мына видеоны көрсей. Құрметті қазақ елі, менің артымда тұрған мешітті 1618 жылы Жалаңтөс Баһадүрдің өзі салдырған екен. Жалаңтөстің Самарқанда мешіт салдырғанына сенбейсің ба? Онда сол жерде отырған имамның сөзін тыңда. Bahodir Yalangto'sh 1618 yilda mana shu yerda ko'rinib turgan katta masjidni hamda mana bu toshni dahma qilib qurdirgan. Ал бауырым, көрдің ғой, Жалаңтөс медресе салып қана қоймай, оның жанынан үлкен етіп мешіт салып берген. Сенің сұрағыңның нүктесі қойылды деп ойлаймын. Себебі Жалаңтөс кіші жүз әлімұлы төртқара, ол қазақ және діні ислам, мұсылмандықты ұстанып, кәдімгідей мешіт салып, медресе салған адам. Құрметті қазақ елі, сіздерден бір өтініш жасайыншы, Тәңірші мен Тәңкібайды ешқашан шатастырмайық. Тәңіршілер деген олар өзінің ұстанымын ұстанады да басқа діндерге тиіспейді. Ал Тәңкібайлар, бастарын тәңкімшік кеткендер, осындай комментарий жазады және де ислам дініне тіл тигізеді. Құрметті Тәңкібайлар, сендерге бір сұрақ қойғым келіп тұр да, біз ата-баба жолымен жүреміз дейсіңдер да, бірақ ата-бабаларының кім болғанын білмейсіңдер. Енді Жалаңтөстің кім болғанын және Кенесарының қандай адам болғанын білмейтін адамдардан не үміт, не қайыр, олармен не туралы сөйлесуге болады жалпы. Одан қалса, құрметті Тәңкібайлар, қазақта бір жақсы сөз бар. Күлдірту өнер, күлкіге қалу өлім дейді. Өз-өздеріңді өлтірмей тыныш жүрсеңдер.